халықаралық ескерткіштер және тарихи маңызды қасиетті орындардың мерекесі осы сәуір айында аталып өтуде. Сондықтан біз Уәли хан бабамыздың мазарына келіп отырмыз. Осыдан 1984 жылы 20 ғасырда осы мереке бекітілген болатын. Содан бері атап өтілуде. Біздің Қазақстан бойынша 25 мыңнан астам қасиетті киелі жерлер бар. Соның ішіндегі 10-сы халықаралық ЮНЕСКО тізіміне кірген болатын. Біздің Қазақстанда жергілікті жерлерде 12 мыңнан кірген. Соның бірі міне біз Ақмола облысының Көкшетаудың маңайында тұрса, Көкшетау маңайындағы 79 елді мекен Зеренді ауданына қарайды. Осы қасиетті жерде қасиетті біздің хан бабамыз жерленген болатын. Сол біздің Зеренді ауданында 11 қасиетті жер бар. Соның ең бірге осы жер міне. Енді жуырда біздің осы жөнінде құрылтайда ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевта міне Бурабайда осы жерлерге де өткен, сода да айтып өткен болатын. Біз тарихымызға сеніммен қарау үшін осының бәрін қастерлеуіміз керек, дәріптеуіміз керек деп, жас ұрпақты тәрбиелеуіміз керек, олардың рухын көтеруіміз керек, намысын көтеруіміз керек. Сондықтан осындай іс-шаралар өткізіліп жатыр. Осыған біз мен енді атқарушы Аманат партиясының атқарушы хатшысы болғаннан кейін біздің сайлауалды бағдарламамызға да осы кірген. Осыны әрқашанда біз айтып жүреміз. Сондықтан осындай мерекелерге осы партия жобасы бойынша ұлттық мұра, кітап аманаты, таза Қазақстан жобасы бойынша біздің партияластар, басқа да әріптестеріміз, мемлекеттік қызметтегілер, барлықтеріміз осындай қасиетті киелі жерлерді тазартып, сақтап, келешек ұрпаққа жеткізуіміз біздің мойнымыздағы үлкен парыз деп есептейміз. Ал енді Уәли хан жөнінде айтатын болсақ, осыдан 17 жыл бұрын 8 серінің дастанында мен оқыған болатын. Абылай хан бабамыз өздеріңізге тарихта белгілі, 20 жасында жоңғарға шапқанда, жекпе-жекке шыққанда, шаршының басын алғанда ол батыр ғана атанды. Содан кейін 30 жүздің батыры болды. Жасы ұлғайған кезде тәжірибе жинағаннан кейін 300 жүздің басын қосып, қазақ ханы болды Абылай хан бабамыз. Содан кейін жасы 70-тен аса тақ мұрагері, үлкен баласы Қасымға тақ мұрагері болып, тағын бермекші болып, осы міне біздің Бурабай тау бөткерінде киіз үйлерді құрып, қазақтың құрылтайын жасаған. Жылда құрылтайды мамыр айында жасайды екен. Тақырып, күн тәртібіндегі бірінші тақырып, жау шапса, тойтарысы беретін қол бар ма, әскер бар ма, қару жарақ бар ма, мінетін ат бар ма, беретін ас бар ма деген бірінші тәртіп осының бәрі талқыланған болатын. Сол міне үзілмей келе жатыр. Жуырда тағы да айтып өтейін, құрылтай өткізді біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы. Ал енді мына сондай құрылтай жасап, қазақтың 3 билерін, батырларын, бай-бағландарын жинап, осында құрылтай жасап, Қасым атты баласын хан сайлаймын дегенде келмей қалған 2 адам бар екен. Қасым енді келген адамдардың бәрі құрып қойған киіз үйлеріне сыймай сыйлықпен келген екен. Кешігіп келгендер сыйлықсыз кепті, кешігіп. Соны Қасым атты бала соны ұтпай, кешігіп келген адамдардың бірі Әлдібек би екен, бірі Айтбай бат екен, бірі оң жақ, бірі сол жақ көзі соқыр екен. Өйткені жорықта жүреді ғой. Соны Қасым атты баласы соны ұтпай, кешігіп келген соқырлардың қайсың деп бас салыпты. Сонда Әлдібек би айтады дейді: менің атым Әлдібек, айтар сөзім әлде көп. Жан-жаңа қарашы, төреден де қара көп деп. Олар төре тұқымы ғой. Қара деп 300 өкілден айтады. Хан сайлауға Қасым-ай, сенде бала көп. Сөз сөйлесін кетпендей, сөз сүйектен өткендей, төсекте жатып сөйлесін, көт сүйең өскендей деп айтқан екен дейді. Жер жатырсың шалқайып, көтерместен басыңды. Әкең Абылай шақырды, хан сайладып Қасымды. Сайламаймыз хан қылып Қасым атты балаңды. Көк долы адам ашулы, кірсіз көкті ай, мінсіз бір құдай. Әкең сенің жат еді дейді. 300-ге кірмейді. Шешен қалмақ құралай, екеуінен жарылған, бойыңа лас таралған, инабат жоқ, я жоқ, сенсің ағы сұмырай деп. Сонда Қасым қаһарлы адам ғой, қылышын жұлып шабам дегенде Айтбай батыр қолын шап беріп айтады дейді: ей, не қыл дейсің соқырға, білмей сөйлеп отырма, әкең шешен қалмақ, әкең жат, ойбай пәлем құтырма депті. Қанжығалы тайпасы ат келтір ішінен, Айтбай атты батырмын, жылқысын айда 5 рет, жесін жылқысын айда 5 рет қалмаққа дие батырдың, кегін алдын келді ме, нағашын нәлет бақырдың депті. Сол себептен екеуі ашуланып тұрғанда бағанағы қазақтың 300-ден жиналған өкілдер бәрі қопарылып тұрғанда Абылай айтады дейді: ей, кеткендерің қалай, екеуіңді күтіп отыр едік қой. Сол себептен айтып отқан себебім, дастан бұл 8 серінің Қасымды хан сайламай, Уәлиді хан сайлаған екен. Уәли хан енді 38 жыл Қазақты басқарған. Міне бабамыз біздің. Содан кейін Уәли ханнан кейін Қасымның баласы Кенесары Қасым
мөңф болған, оны тарихтан тағы да сіздер білесіздер, қазақтың соңғы ханы. Енді тарих осылай деп айтады. Рахмет.